Екінші сұрақ. Тізбектегі белгісіз санның 2 еселенген мәнін табыңыз. Сонда сандар тізбегі не берілген? Алдымен заңдылықты тауып, кейін белгісізін тауып та 2 еселенген мәнін жауабына жазамыз. Сонда сандар тізбегін көшіремін. 14, x, 21, 26 және 32 бізде. Сонда мұқият қарасақ, әр келесі сан алдыңғы санына қарағанда үлкен. 32 26-дан үлкен, 26 21-ден үлкен. Сонда мына жерде белгісіз сан, бірақ 21 мына жерде 14-тен үлкен сан. Заңдылықтар әртүрлі болуы мүмкін, бірақ бірден ойға келетін заңдылығымыз мына жақта. Әр келесі сан алдыңғысына қарағанда үлкен болғандықтан, мына жерде бізде арасы 6, мына жерде арасы 5, мына жерде арасын біз білмейміз, мына 2 санның және мына 2 санның. Бірақ оны жалғастырсақ, осы жерге 4 санын жазамын да, мына жерге 3 жазамын да, енді тексеремін. 14 қосу 3 17, 17 қосу 4 21, 21 қосу 5 26, 26 қосу 6 32. Сонда осы заңдылық дұрыс болып шықты. X-тің мәнін табу қиын емес енді. 14-ке 3-ті қосқанда 17 саны шықты бізде. X-тің мәні тең 17-ге. Енді X-тің мәнін біз тапсақ, сұрағымызда санның 2 еселенген мәнін бізден сұрап жатыр. 17-ні 2-ге көбейткенде жауабында шығады 34 саны. Ол осы сұрақтың жауабы. Жауаптардың ішінен С жауабы дұрыс 34.